Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен поликлиникада тапсырған анализ нәтижелерін емханаға бармай-ақ қалай онлайн алуға болатынын түсіндіріп көрсететін боламын. Арнаның жаңа видеоларын жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыз. Анализдің нәтижелерін көру үшін сізге Дамумед қосымшасын жүктеп алу қажет. Ары қарай сіздер Дамумед қосымшасына кіресіздер. Кейін осы қосымшаға орнатқан кодты енгіземін. Ары қарай төменгі жақта медкарта деп тұрған батырманы басамыз. Сіздерге осындай бет ашылады. Осы жерден медициналық деректер деген батырманы басамыз. Келесі бетте сізге қатысты барлық мәліметтер тұрады. Яғни бұл жерден дәрігерде болған приемдарыңызды, диагностика лаборатория нәтижелерін және сізге жазылған рецепттерді, больничный лист бойынша ақпаратты және жолдамаларды көруге болады. Келесі кезекте анализдеріңіздің қорытындыларын талдамалар деген бөлімнен қараймыз. Яғни бұл жерде сіз қай күні қандай анализ тапсырғаныңыз жайында толық ақпарат беріледі. Қазір бір анализдің қорытындысын қарап көрейік. Ол үшін талдау деген батырманы басамыз. Ары қарай қарау деген батырманы басамыз. Сіздің алдыңызға толық анализдің қорытындысы осылай шығады. Сіздерге айтатын басты жайт, анализ қорытындысын зертхана қызметкерлері белгілі бір уақытта базаға енгізеді. Содан кейін ғана анализдің нәтижесін сіз осы қосымшадан көре аласыздар. Келесі кезекте диагностика бөлімінде сіздер рентген, КТ, МРТ, флюора және УЗИ-дің қорытындысын көре аласыздар. Ол үшін сіздер диагностика бөліміне кіресіздер. Және сізге көрсетілген медициналық қызметтердің барлығы осылай алдыңызға шығады. Қазір флюораның қорытындысын қарап көрейік. Ол үшін диагностика дегенді басамыз, қарау дегенді басамыз. Осылай результатын көруге болады. Сіздерге берілген ақпарат түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі алда сіздерге қажетті көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Келесі видеоның шығарылымында кездескенше.